Студия қонағымен таныс болыңыздар. Жетісай ауданы Жаңа ауыл ауылдық округінің әкімі Нұрлыбек Бақтияров. Қош келдіңіз. Армысыздар. Жаңа ауыл ауылдық округі біздің Жетісай ауданының орталығы, Жетісай қаласының жанында орналасқан, іргелес жатқан ауылдық округ. Қаланың жаны болғандықтан, халқы да көп ауылдық округтың бірі, 17.626 халық бар ол жерде. Негізінен 5 ұлт өкілдерінен құралған. Жаңа ауыл ауылдық округіне қарасты 6 ауыл бар. Осы 6 ауылға орталығы Мырзашөл ауылы. Ауылдық округте 7025 гектар егістік алқабымыз бар. Қалаға жақын ауылдық округ болғаннан кейін бәсекелестік жоғары. Бізде барлық салада халыққа қызмет көрсету, жаңағы көлік жуу бар, қонақ үйіміз бар, дәріханаларымыз бар, дәрі-дәрмек сататын. Үлкен медициналық диагностика ашылды бізде. 124 миллионға жеке кәсіпкердің, яғни инвестордың қаржысымен медициналық диагностика жұмысты бастады. Ол жерде тұрақты 34 адам жұмыс істейді болады. Бұнымен қатар барлық ең соңғы құрал жабдықтармен қамтылған. Қазіргі таңда жұмысын бастады. Ол біздің ауылдық округімізге деген үлкен дамуына сеп берді. Сол сияқты барлық сала, кәсіпкерлік саланың ішіндегі барлығы өзіне сәйкес жаңағы бәсекелестікпен дамып жұмыс жүріп жатыр. Қазіргі кезде 648 шаруа қожалығымыз бар. Бір ауылдың өзінде 11 көшеге асфальт жол, 215 миллион теңгеге асфальт жол түсіп, жарамыз жеңілдеді. Біраз жұмысымыз алға жүрді. Биыл да Мырзашөл ауылында 1 километр 650 метр асфальт жол жөнделді. Басқа жаңағы Атақоныс, Жаңа ауыл, Мырзашөл ауылдарында тас төсеу жұмыстары жүрді. Бұл жерде жалпы ұзындығы 2 километр шамасында тас төсеу жұмыстары жүрді. Ауылға жақсы болады. Жолдың шетінен трассада жүреді балдар. Туатуардың арқасында құда қаласа жолдың шетінен жүреді. Осы балдар ғой барып келеді мектепке. Әкімімізге молодец. 5 жылдан бері бұндай нәрсе салынбаған еді бұл жерде. Салынып жатыр. 21 жыл жақсы жыл әтір. Жаңа ауыл ауылдық округі, Мырзашөл ауылы елді мекені. Тюринг көшесінің жарық шамдары қойылуда. Ендігі кезекте облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес бір жылда 2 өнім алу, әртараптандыру бойынша солған жұмыс жүргізіп жатырмыз. Қазірдің өзінде Қару елді мекенімізде шаруалар бір жерден 2 рет жылына, бір маусымда 2 рет өнім алады. Халықтың аузында айтылып кеткен 505 мың теңгеде. Ол да кәсіпкер өзін жұмыспен қамту. Ол жерден де жаңағы жұмысы дамып жатса, өзін жұмыспен қамтымай адамдар жұмысқа алады. Сонымен қатар жаңағы айтып жатқан диагностикамызда 34 адам тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Ашылған барлық мини цех бар, көлік жуу бар. Олардың бәрі жұмыспен толық қамтиды. Жаңа ауыл ауылдық округінің болашағы өте зор. Қаланың жаны болғаннан кейін дамуы да тез болады. Халықтың мәдениеті де көтеріңкі. Себебі Жетісай қаласының барыс келісі, базары бір. Мәдениетте халықтың жақсы. Өмірге деген көзқарасы да жақсы. Кішкене жаңашылыққа құштар біздің халық. Елімізге жаңағы ауылдық округке оның ішіндегі барынша қызмет қылу. Маған берілген мүмкіндік. Сол себептен де 4 жыл мерзімді тиімді пайдаланып, жастық жігерменен, ақыл парасатпенен сол округты Қазақстанның үздік округтерінің бірі қылу арманым. Жас келсе іске деген мінекей мынау Нұрлыбек баламыз келгелі бері осындай ауылда барлық әкімшілік бойынша барлық ауылдарда жұмыстар жанданып, керемет жұмыстар істеліп жатыр. Жаста болса өзінің іскерлігі мен тәрбиенің тайқазанында қайнап өскендігін ісімен дәлелдеп келе жатқан Нұрлыбек Бақтияров тек әкім ғана емес, отбасында 2 ұл мен 2 қыздың қамқор әкесі, адал жар, шаңырақтың ұстыны, әкеден көрген тәрбие мен ананың махаббаты бүгінде жас жігітті жеткен жетістіктерге масайрап отыруға мұрша бермейді. Бағындырған белестерді еселеуді алдына мақсат етіп қойған, көпті көріп, елдің игілігіне еңбек еткен әкесі Пердебек ақсақалдың ақыл кеңестеріне жүгініп, күні бүгінге дейін кеңесіп отырады. Ол өзінің ақылы жетпегендіктен емес, сырт көзге айқын көрінетін кейбір кемшіліктерді дер кезінде жоя білуге әрекет жасау.